Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүзбелі ірімшік қосылған салат жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 130 грамм сүзбелі ірімшік, 2 картоп, 2 сарымсақ бөлігі, 2 қызанақ, 5 грамм кинза мен ақжелкен, 1 ас қасық зәйтүн майы, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық күнжіт дәндері қажет. Картопты текшелеп тураймыз. Сүзбелі ірімшікті де текшелеп тураймыз. Қызанақты да текшелеп тураймыз. Кинза мен ақжелкенді ұсақтап тураймыз. Сарымсақты да ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған майға картопты 5-7 минут аралығында қуырып аламыз. Ірімшікті салып қуырамыз 3 минут. Картопты, қызанақты, ірімшікті, кинза мен ақжелкенді, сарымсақ бөліктерін және тұз бен қара бұрышты, 1 ас қасық зәйтүн майын құйып, күнжіт дәндерін сеуіп, жақсылап араластырамыз. Қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Салаттың сізге ұнайтынына сенемін.